Егер болашақта өзіңді көрсең, ол сенен қаш десе, не істер едің? 2097 жыл, Қазақстан. Адамдар тірі, бірақ жансыз. Бұл жай фантастика емес, бұл ескерту. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Айбар 16-ға енді ғана толған. Ол ауылда өскен, бірақ техникаға әуестігі ерекше еді. Атасы кейде, балам, темірмен тым әуре болма, оның да жаны бар, деп ескертіп қоятын. Айбар бұл сөзге күліп қана қарайтын. Атасы қайтыс болған соң, ескі қораның түбіндегі темір жәшікті ашқанда, Айбар мүлдем күтпеген нәрсеге тап болды. Жәшіктің ішінде тот басқан, бірақ әлі де тірі сияқты әлде бір құрылғы тұр еді. Экран орнына қара әйнек, батырмалары қазақша таңбалармен белгіленген. Ең төменгі жанында бір ғана сөз қашалып жазылыпты. Ертеңгіге ашылады. Айбар батырманы басты. Көз алды қараңғыланып, құлағында ызың пайда болды. Аяғы жерден ажырап кеткендей сезінді. Бір сәтте ол құлап түсті. Бірақ бұл ауыл емес еді. Аспан сұрғылт, күн жоқ, үйлер биік, терезесіз, бетоннан құйылған қабірге ұқсайды. Айнала тым-тыныш, жел де жоқ, құстар да жоқ. Айбар көшеде жалғыз тұр. Алғаш байқағаны иіс, темір, күйік және ескі еттің иісі араласқан ауыр ауа. Кенет алыстан дыбыс естілді. Адамдар келе жатыр, бірақ олар біртүрлі. Олардың бет әлпеті қазаққа ұқсайды, бірақ көздері бос. Жанарында тіршілік жоқ. Барлығы бір бағытта, бірдей жылдамдықпен жүріп келеді. Бірінің қолы жоқ, бірінің мойында тыртық, біреуінің бас сүйегі жартылай ашық. Бірақ олар айқайламайды, жыламайды, сөйлемейді, тек жүреді. Айбар қорқып артқа шегінді. Бір сәтте олардың біреуі бұрылып, тура Айбарға қарады. Айбар деді сыбырлап. Дауысы тірі адамның дауысы емес еді, сынған динамиктен шыққандай. Сен әлі келдің бе? Айбар жүгіре жөнелді. Қашып келе жатып, бір ғимаратқа кіріп кетті. Ішінде ескі жазулар бар. Қазақстан 2097 жыл. Айбардың жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл болашақ па? Ғимарат ішінде экрандар жанып тұр. Біреуінде жаңалықтар көрсетіліп жатыр. Жасанды сана жобасы толық іске қосылды. Адам жаны цифрландырылып, дене қажетсіз деп танылды. Екінші экранда ұлттық код архивке көшірілді. Тіл ескірген жүйе. Үшінші экранда бір сурет пайда болды. Өзі. Айбардың есімі, туған жылы және астында бір ғана жазу. Субъект сәтсіз нұсқа. Кенет артынан ауыр тыныс естілді. Айбар бұрылды. Алдында өзі тұр. Бірақ ол қарт. Көзі шұңқыр. Терісі сұр, аузы жыртылғандай. Қашпа, деді ол. Мен сенмін. Бұл не жер? Деп айқайлады Айбар. Қарт Айбар күлді. Бірақ күлкі емес, темірдің сықыры сияқты шықты. Біз болашақты өзіміз жойдық. Жанды мәліметке айналдырдық. Ал рух? Ол бұл жүйеге сыймады. Ал ана адамдар ше? Олар тірі емес, бірақ өлгенде емес. Қазақтың жаны көшпенді, ал біз оны торға қамадық. Қарт Айбар жақындады. Сен кері қайтсаң да бәрі бір өзгермейді, бірақ ескерту қалдыра аласың. Қалай? Қорқыныш арқылы. Кенет бүкіл ғимарат дірілдеді. Сыртта әлгі адамдар жиналып қалыпты. Бәрі бір ауыздан: қайт, қайт, қайт.
Айбардың басы жарылып кетердей болды. Қарт Айбар оны маңдайына қолын тигізді. Есінде болсын, болашақ тек технология емес, заңсыз болашақ тозақ. Барлығы қараңғыланды. Айбар айқайлап оянды. Ол өз бөлмесінде жатыр. Тер басқан. Терезеден таңның жарығы түсіп тұр. Ора жақтан әтеш шақырды. Үс қана, деді ол. Бірақ үстел үстінде бір зат тұр еді. От басқан құрылғы. Экранда жаңа жазу жанып тұр. Хабар жіберілді. Ал төменгі жағында ұсақ әріппен болашақ өзгермесе қайта келесің. Айбар терезеден далаға қарады. Көшеде ауыл балдары жүр. Бір сәтке олардың көздері бос көрініп кеткендей болды. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.